Сағат 5-те тұрып таңғы серуенге шықтым. Келіп, душ қабылдадым. Таңертең беті қолымды, тісімді жуып, таңғы уходымды жасадым. Двухэтапный очищение барлығын істеп, соңынан сыворотка жағып болдым. Ұлымды емізіп, горшокқа тосып үйретіп жүргеннен кейін тосып көрдім де, одан кейін қыздардың таңғы астарын жасап бастадым. Хлопьяларын, сүттерін барлығын салып беріп, қыздарға бердім. Папамызға таңғы асын шайын беріп, одан кейін ұлдың тамағын беруге кірістім. Папамызды жұмысқа шығарып салып, столдың үстін жинауға кірістім. Ыдыстарды жуып шықтым полный. Одан кейін уақыт өткізбей кірлерді салып тастадым. Ұлдың киімі жуылғанша кешегі кепкен киімдерді барлығын бүктеп шықтым. Одан кейін бүгін киетін киімдерімді үтіктеп алдым. Гимнастикаға шығатын болғаннан кейін қыздардың шаштарын тарап, бірінші Күнсұлудың, екінші Айзеренің шаштарын дайындап, гимнастикаға баратын болғасын түйіп, шашын Күнсұлудікін өріп, солай бітірдім шаштарын. Шашқа арналған осындай тез тарауға арналған легкие расчесывание деген осындай спрейді қолданамын. Одан кейін бетіме крем жағып алдым. Далаға шығайын деп жатқаннан кейін SPF кремімді жақтым, және ең соңғы этапта ерніме бальзам жағып алдым. Бұл бальзамды Ақтөбедегі құрбым Ақжанас сыйлаған, әлі күнге дейін қолданып жүрмін, өте ұнады. Және де ұлдың киімдері жуылып болған екен, оларды сушилкаға тез-тез іліп тастадым. Біз гимнастикаға барып келгенше 2 сағат өтеді, оған дейін бұл кірлер кеуіп тұрады. Және үйге келіп, орамалымды тақтым, және де ұлды коляскасы алып шығатын болғаннан кейін алдыма бөпемді көтеріп алатын кенгуруды салып алдым, және екі қолыма екі қыз ұстап жүретін болғаннан кейін коляскамен бүгін шықпайын деп шештім. Осы кенгуру өте көмектеседі маған, керек кезде 3 баламен шұбырып жүрген кезде өте ыңғайлы. Бала осылай жылап тұрғаннан кейін жұбатып тұрып, кенгурумды киіп алдым, және соскысын алып, жаңағыдай керек сумкамызды алып барлығын шықтық. Есікті құлыптап шықтық, қыздар мәз, енді гимнастикаға қарай кеттік, жолымыз болсын.